Сәлем достар, сіздермен Алима Орео мороженое рецептімен бөлісетін боламын. Ешқандай қоспасыз үй жағдайында жасайтын боламыз. Сгущенкамды шұңғылау ыдысқа құйып алдым, осындай Ореомен жасайтын боламыз. Менде мороженое жасайсыз осындай ыдыстар бар. Егер де сіздерде жоқ болса, кез келген силиконовый ыдыс қолдансаңыздар болады. Тіпте жоқ болса, онда майонездің немесе қаймақтың ыдыстарына құйып жасай берсеңіздер болады. Сгущенкамның үстіне сүтімді құйып жақсылап араластырып алдым, бірден масса болғанша. Одан кейін ореоларымды осындай қолымыздың көмегімен бөліп саламыз. Осындай үлкен бөліктерге бөлсеңіздер, ореоларыңызды жеген кезде ореоның дәмі шығып, өте дәмді болады. Мороженаларыңыз жеген кезде де бір сүйсініп жейтін боласыздар. Бұл морожененің ерекшелігі, өздеріңіз қолдан жасайсыздар, үй жағдайында ешқандай қоспа қосылмайды. Магазиннің мороженаларын өздеріңіз білесіздер, өте көптеген қоспалар қосылады. Байқасаңыздар, Орео салғаннан кейін мен көп араластырмадым, бір-екі рет қана араластырдым. Сіздерде солай ореоларыңыз езіліп кетпесін, сүттің ішінде бір-екі рет қана араластырып, осылай ыдыстарға құйып тастаңыздар. Сол кезде ореоларыңыз ішінде бүтіндей жүретін болады. Ыдыстарымызға құйғаннан кейін морозилкамызға 4-5 сағатқа қоямыз. Біздің мороженаларымыз толық қатқанша. Енді әркімнің морозилкасы әртүрлі қатыратын болады. Сол себептен өздеріңіз көріп тұрасыздар, мороженаларыңыз толықтай қатқанын. Керекті заттардың барлығын описанияға жазып кететін боламын. Морожененің дәмі өте керемет болады. Балаларға қатты ұнады. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарымбекқызы.